Бұл оқиға бір қарапайым кештен басталды. Бір топ жасөспірім үйде жиналып TikTok қарап отырды. Олар күлді, трендтерді көрді, қорқынышты видеоларды скролдап отырды. Бір кезде экранда бейтаныс қыздың видеосы шықты. Қыз камераға өте жақын қарап тұрды. Беті аппақ, көзі тым үлкен. Артында бір қараңғы бөлме сияқты. Видеоның астында жазу бар еді. Егер көрсең, соңына дейін қара. Музыка жоқ, қыз сөйлемейді. Тек көзін алмай қарап тұрады. Қорқынышты емес қой, деді біреуі де видеоны лайк басты. Сол сәтте экран бір секундта жабылып, қыз күліп жіберді. Түнде біреу TikTok'ты ашты. Сол қыз тағы шықты. Бұл жолы қыз басқа жерде тұр. Бірақ бөлме дәл сол үйге ұқсайтын. Яғни біз өзіміз тұрып жатқан үйдің залы сияқты. Қабырғадағы сызат, есіктің тұтқасы, тіпті едендегі кілем де бірдей еді. Видеоның астында және де сен мені көрдің деп жазу тұрды. Осы сәтте барлығымыз қорқып, телефонды өшірдік те ұйықтап қалдық. Таңертең мектепке барған кезде TikTok'та сол қыздың аккаунтын тауып алдық. Аты жоқ, профилі суреті жоқ, бірақ видеолары көп. Әр видеода басқа адамдар, олар да алғашында күліп тұрған, ал соңғы видеоларында қорқынышты түрмен қарап тұрады. Комментарийлердің бәрінде бірдей еді. Ол мені көріп тұр. Мен өшіре алмай жатырмын. Бұны қалай істейді? Түнде ол түсіме кірді. Үшінші түнде үйде біреу телефонның қыздың дауысын естіді. Ол сыбырлап, қара маған деген сияқты болды. TikTok өздігінен ашыла бастады. Телефон өшірілі болса да экран жанып кететін. Қыз енді сөйлейтін болды. Мен жалғызбын. Маған қара. Осы сәтте біз оларға мән бермей, жай ғана бір TikTok'тағы вирус деп ойлап жүрдік. Түнде біреу есіктің ар жағынан телефонның дыбысын естіді. TikTok музыкасы жай ғана ойнап тұрды. Айнаға қарағанда біреу артында тұрғандай көрді. Бірақ бұрылғанда ешкім жоқ. Кейінгі түн оның TikTok аккаунтында соңғы видео шықты. Видео ішінде ол камераға қарап тұрып, ол экраннан шықты деген нәрсені айтты. Осы сәтте құрбым екеуміз қатты қорқып кеттік. Шыңғырып ата-анамызға қарай жүгірдік. Ата-анамыз осы сәтте бізді жұбатты, және де оның барлығы өтірік екенін айтты. Бірақ осы қыздың кесірінен әрбір күнімізде, әрбір түсімізде сол дыбыстармен сол қыздың бейнесі ғана елестейді. Тап бір әруағын мазалап жіберген сияқты.